Біздің намаз оқуымыз, Алланың алдында тұруымыз тек құлшылық емес, тек бір Құдайға ғана сыйынғандықтан емес. Бұл сондай-ақ біздің Алладан ғана қорқатынымыздың белгісі. Алладан өзге ешкімнен қорықпаймыз, Алладан өзге ешкімге сәжде етпейміз, ешкімге кішіреймейміз. Әрбір намазымыз біздің құжатымыз, ешкімнен, саяси жағдай болсын, әлеуметтік орта, медиа желілері, ықпалды ұйымдар, ешқандай ұйымның қаупі маңызды емес. Жүрегімізде Алладан өзгеге деген қорқыныш жоқ. Намазға тұрған кезімізде осыны сезінуіміз керек. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Алла ескертуде. Күпірліктің таралуына көп күш жұмсап жатқандарға, исламды құртуды көздегендерге, мұсылмандарды кәпір етуге тырысып жүргендерге, жер бетінде күпірлікті жаюға талпынғандарға, Құдайды жоққа шығаруға әрекеттеніп жүргендерге, олар осыған көп күш жұмсайды. Олардың ақшалары көп, мүмкіндіктері де көп, қажет құралдары да бар. Олардың істеп жүрген істері сендерді қорқытпасын. Бұл Құранның қағидасы. Осы қағиданы ұмытып кеткенбіз. Ұстаз Нұғман, олардың мына сайтта не істеп жатқанын көрдіңіз бе? Шығарған видеосын көрдіңіз бе? CNN арнасында не дегендерін естідіңіз бе? Фокс айтқандарын ше. Неге мұны аятты оқымайсыз? Олардың әрекеттері мен жоспарлары, олардың насихат жүргізулері сені қорқытпасын. Олар тек осы жерін ерекше ұнатамын. Сөзсіз, олар Аллаға мүлдем зиян келтіре алмайтындарын білмейді. Бұл аят мені қатты таңғалдырады. Олардың жоспарлары мен мақсаттары, әрекеттері мен теріс насихат жүргізулері кімге зиян келтіре алмайды? Олар кімге зиян келтіре алмайды? Аллаға еш зиян келтірмейді. Олар Аллаға зиян келтіреді деп еш алаңдамаймын. Алайда маған зияны келеме деп уайымдаймын. Аятта Алла, олардың жоспарларынан қорықпа, олар саған зиян келтіре алмайды дейтін шығар деп күттім. Оның орнына Алла не дейді? Олардың жоспарларынан қорықпа, олар зиян келтіре алмайды кімге? Аллаға. Неге олай дейді? Себебі Алла біздің қорғанымыз. Алла біздің қалқанымыз іспеттес. Сондықтан олар қалқанымызға еш нәрсе істей алмайды. Сіз қауіпсіздіктесіз. Себебі Алла сізбен. Олар Аллаға зиян келтіре алмайды. Сіз еш нәрседен қорықпауыңыз керек. Онда неге Алла мұсылмандарға қарсы олардың жоспарлар құруына, айла тәсілдер жасауларына, жағдайды қиындатуларына мүмкіндік беруде? Алла олардың ақиретте дымсыз, ешқандай үлессіз қалуларын қалайды. Мысалы, залым адамдар еш нәрсеге назар салмай, әділетсіздік жасап, қысым көрсетіп, зұлымдықтарын жалғастыра береді. Олар өздеріне шұңқырларын терең етіп қаза берсін, дейді Алла. Себебі сен тіпті азғантай болсын жақсылық иесі болуға лайық емессің. Жамандығыңды жасай бер. Адамдар неге залым? Оларды Алланың азабы күтуде. Осы жолмен жүргің келеді ме? Жолың болсын, білгеніңді істе. Оларды ұлы азап күтуде. Олардан қорқудың орнына Құран ол байғұстардың халінің тым мүшкіл екенін баяндауда. Өз-өздеріне шұңқыр қазған бейшаралар. Енді назар салыңыз. Енді назар бізге, мұсылмандарға бағытталады. Араларында иманын күпірлікке алмастырғандар бар. Олар ислам дұшпандарының қысымына шыдамай. Ислам өте қиын. Мен шыдай алмаймын. Адамдардың маған жақтыртпай қарауларына, мен туралы жаман пікірде болуларына шыдай алмаймын. Одан да исламды тастап, өзге адамдар сияқты болсам, өзімді жақсы сезінемін. Осыларға қатысты Алла, олар Аллаға зиян береді деп ойлайсыңдар ма? Олар Аллаға еш зиян келтіре алмайды. Оларға жан төзгісіз азап келе жатыр. Бұл діндерін сатқандарға қатысты айтылған. Алла бізді олардан етпесін. Кәпірлердің, Алланың дұшпандарының, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұшпандарының істеп жатқан істері туралы, олардың істері оларға жақсы деп мүлдем ойлаушы болма. Алланың оларға мүмкіндік беруі олар үшін жақсы деп ойлама. Сіздерге мысал келтірейін. Бұл аятта не айтылып тұрғанын түсіну оңай болсын. Сенің жаман итің бар. Құтырған ит. Кімді көрсе соны тістейді. Біреу, неге оны қарғыбауға байлап қоймайсың деп сұрайды. Алла болса бұл итті өте ұзын 1000 метр қарғыбауға байлаған. Ол бау өте ұзын болғандықтан ит мен еркіндіктемін деп ойлайды. Солай емес пе?
Егер ұзындығы жарты метр бауға байласан, ол қозғала алмай қалады. Ал егер бауы 1000 метр болса, ит емін еркін жүгіріп байлаулы екенін білмейді. Алла оларға мүмкіндік бердім. Білгендерін істесін. Зұлымдық істегін келеді ме, күпірлікті таратқың келеді ме, қалағаныңды жаса, тіпті арттыр. Исламды көбірек ластауға тырыс. Алланың елшісіне қарсы жалғанды көбірек тарат. Құранды теріске шығар. Істе, көбірек істе, арттыр. Жаңағы ит бар жылдамдығымен жүгіріп жүрген кезінде, 1000 метр бауы шегіне келген кезде оған не болады? Ит қылқынып қалады. Бар жылдамдығымен жүгіріп жүрген иттің олай қылқынуы өте ауыр батады. Алланың жоспары да сондай. Шұңқыр қаза берсін, өз-өздерін қылғындырсын. Оларға тек уақыт береміз, көбірек күнә жинасын. Оларды қор ететін азап күтуде дейді Алла. Неге қорлайтын азап деді? Алла әдетте ұлы азап, күйзелтуші азап деп айтады. Бірақ бұл жолы қорлайтын азап дейді. Неге? Себебі олар Алланың дінін кемсітіп қорламақшы еді. Сондықтан әділетті жаза ретінде олар қорланып азапталады. Кейін Алла назарды сізбен бізге аударады. Алла сені осы халінде қалдырмайды. Алла сені иманы бар екен деп жай қоймайды. Сендердің жақсыларыңды жамандардан бөліп алмайынша. Кейбіреулеріңіздің жүрегіңізде дерт бар. Басына қауіп төнген кезде, қысым жасалған кезде, қиын сәтте кейбіреулердің дініңді тастап кетесіңдер. Жүрегіндегі дертін сенің қандай жақсы жағың болса да, оны басып кетеді. Алла сізді де, мені де қиын, күрделі жағдайлар арқылы сынап, үмметтің ішіндегілерді іріктейді. Ауруларды үмметтен бөледі. Алла баршамызды аурулардан етпесін. Алла саған ғайып мәселесіне хабар бермейді. Адамдар шейхтарға, имамдарға, ұстаздарға барып, бүліктер, фитналар қашан тоқтайды? Жағдайымыз қашан түзеледі дейді. Алла сендерге ғайыптан хабар бермеймін дейді. Енді 3 жылдан кейін бәрі түзеледі деген жауапты күтесіз бе? Жоқ, ондай жауаптарды мен шіркеулерде ғана естігенмін. Кейде шіркеуге барып, олардың не айтатындарын тыңдаймын. Бірде шіркеуге бардым. Олар діндерін қалай насихаттайтындары қызық болды. Стадионда 100 мыңдаған адамды жинап, дін үйретеді. Олар не істейді екен деп шіркеуге бардым. Бұл жыл сен үшін табысты болады. Құдай барлық нәрсені өзі бақылайды. Кәсібін өрге домалайды, ажырасу мәселелері шешіледі. Осы жылы сен үлкен жетістікке жетесің. Себебі Құдай уәде беруде. Мен, не? Осы жыл табысты болады деп Құдай уәде беруде дейсің бе? Бізде исламда ондай жоқ. Бұл жыл өткенге қарағанда жақсырақ болады ма, бүлік азаяды ма, қашан жағдайымыз түзеледі? Алла бізге бұл сұрақтармен әлек болмауымыз туралы анық түрде хабарлады. Алла сізге алдыңызда не күтіп тұрғанын, ғайып мәселесін айтпайды. Үмметтің келешегі ғайып. Алайда Алла қалағанын елшісі етіп таңдайды. Яғни Алла елшіні таңдап, оған оның білуі керек болғанын білдіреді. Алланың әмірлерін орында, әмір етпегенмен әуре болма. Алла жастырған мәселелермен шұғылданба. Егер ол маңызды болғанда, оны саған білдірер еді. Сондықтан, қажеті жоқ, белгісіз нәрселерді анықтауға қызықпа. Аллаға және оның елшісіне иман келтір. Егер иман келтіруіңді жалғастырсан, және тек Алладан қорқатын болсан, үлкен сауапқа иеленесің. Сізге басқа не қажет? Аллаға иман келтір, Алладан қорқ. Ең қиын сәттерде осы екі нәрсе сізден табылса, қалған нәрселер реттеліп кетеді. Уайымға батпаңыз. Ең соңында сізбен бізге кеңес берілген. Осыны айтып аяқтаймын. Төмен болғандар туралы, қызғаншақтар туралы, Алланың бергенін бөліспейтін сарандар, Алланың бергеніне жабысып алатындар туралы, өздерінің тапқандары емес, Алланың кеңшілігімен берілген нәрселер. Олар сарандық ететін болса, етсін. Бүгіннен бастап, дәл қазірден бастап, осыны естіп отырған жастарымызға айтарым. Алланың сендерге берген бос уақыттарын текке өткізбеңдер. Бұдан былай бірнеше сағаттап компьютер, телефон ойнамаңдар. Бірнеше сағаттап күн сайын сериал қарауды қойыңдар. Сенің бұлай жұмсайтын уақытың жоқ. Сен мұсылмандардың үмітісің.
Алла саған бос уақыт берді. Алла саған талант берді, ақыл парасат берді. Енді осылай болғандықтан, сен әлеуметтік желіде арзан әзілдер қарап, уақытыңды бос өткізе алмайсың. Ол уақыт пайдалы істерге жұмсалу керек. Себебі бұл адамдар, Алла оларға денсаулық, ақыл парасат, талант, байлық, мүмкіндіктер берді. Алланың тарапына осындай жақсылықтарға кенелген адам, оны тек қана өзіне арнайтын болса, Алла олар туралы не дейді? Олар өздеріне ғана қолданулары, өздеріне жақсы деп ойлайды ма? Ол зиян оларға. Қызғанған нәрселері, сарандық танытып, өздеріне ғана жұмсаған нәрселері мойындарына оралып, оларды қиямет күні қылғындыра бастайды. Мойындарына оралып, қылғындыра бастайды. Алланың саған берген бос уақытын, нығметтерін, байлықтарын, дұрыс нәрселерге қолданбағаның үшін қияметте сені қылғындырады. Алла бізді ондайдан сақтасын. Досым, Алла аспан мен жердегі нәрселердің баршасының иесі. Дүниеге қатысты қандай мирас жайлы сөз қозғалуда? Сіз бен біз нені иеленсек те, не нәрсемен осы дүниеде рахаттансақ та, бұл нәрселерді сақтап қала алмаймыз. Күндердің бір күні мен қабірде жатамын, басқа біреу менің көлігімді айдап жүреді. Мен дүниеден өткеннен кейін киімдерімді киетін адам табылады. Қалай болғанда да олар да ұзақ жүрмейді. Олар да қабірге түседі. Мына үйде 100 жылдан кейін басқа адамдар өмір сүреді. Бақшамдағы жемісті басқа біреу жеп тұрады. Бұл нәрселер менікі болып қала бермейді. Бірақ ең соңында бұның бәрі Аллаға қайтады. Бұл Алланыкі. Себебі бәрі дүниеден өтеді. Бұл дүниенің уақытша тұрақ екеніне көз жеткізіңіз. Алға қойған мақсаттарын осы дүниемен ғана байланысты болмасын. Үлкен фитна заманында Алланың берген мүмкіндіктерін пайдаланыңыз. Не нәрсеге қол жеткізе аламын деп алаңдаңыз. Күш-жігеріңізді маңызды дүниеге жұмсаңыз, үздік болыңыз, әр нәрсені жоғары деңгейде орындаңыз. Бірақ мақсатыңыз тек осы дүние болса, осы нәрселер ертең сізді қылғындырады. Сізді қылғындырады, сізді құртады. Біздің дініміз сондай көркем, керемет үйлесімділік сақталған. Ақиретте және осы дүниеде не нәрсеге қол жеткіземіз? Ол екеуі тығыз байланысты. Біз тек ақиреттің, немесе тек дүниенің адамы емеспіз. Біз дұғадағы сонымен Алла былай қорытындылайды. Мен де осыны айтып аяқтаймын. Алла бүкіл нәрседен хабардар. Әрбір жасалып жатқан іс-әрекеттерді білуші. Бұл үмметке қатысты. Мен сенің не істеп жатқаныңды білемін. Саған қандай зиян жеткенін білемін. Сен жәннаттық болатыныңды, я болмайтыныңды білемін. Бұл айтып тұрғаным өзіме және сіздерге қатысты. Бұл Құран өмір сүру нұсқаулығы. Бұл өмір сүру кітабы. Ол шабыттандырады, ол қуаттандырады, кей кездерде қорқытады, кейде сені тіктеп бағыттайды. Ол есірткі сияқты емес. Заманауи философтар дін ол тобырға арналған опиум деп жатады. Жақсы сезіну үшін адамдар дінге келеді дейді. Я, Алланың кітабы өзіңді жақсы сезіндіреді. Кейде есіңді жию, ояну үшін жақсылап сілкіну керек. Алланың кітабы оны да жасайды, саған керек нәрсені береді. Себебі Алла сенің Раббың, ол сенің жаратушың. Оның жіберген хабарлары сені тек қуандырып қана қоймайды. Оның жіберген хабарлары өміріне қажетті нәрсе, жүрегіне қажетті нәрсе. Енді Алла Тағала үмметке, бұл дағдарыста мойыма, бойынды тікте, мықты бол. Ешкімнен қорықпа. Аллаға өзіңді көрсет. Жасаған қандай амалың болмасын, ескерусіз қалмайды. Алла бізді батыл үммет етсін. Сыналып жатқан әрбірімізді, жастарымызды. Менің жас кезімде басына өтпеген ауыр сынақтар қазіргі жастарымыздың басына түсті. Алла Тағала оларды мықты етсін. Үмметке қызмет ететін, әлемге пайдалы етсін, әлемге пайдалы болсын. Мұсылман інілеріме, мұсылман бауырларыма көп дұға етемін. Бүкіл әлемге нұрды таратушы, исламды көркем жеткізушілерден болсын. Осыны тыңдап отырған бауырларыма да дұғадамын. Сіздерді көріп қуанамыз, сіздерге үміт артамыз. Ертеректе қандай қателік істесең де, бәрі артта. Сенің жүрегің әлі де соғуда. Бұл дегеніміз Алланың сенен күтер үміті әлі де бар. Олай болмағанда сен бұл дүниеден өтіп кетер едің. Алланың саған өмір беруі, сенен күтілетін нәрселер бар. Бұл жаңа күн, бұл жаңа бастау. Олай болса, Алланың алдында өзімізді аямай, еңбектеніп, бұл әлемге қандай жақсылық әкеле алатынымызды көрсетейік. Баракаллаху ли ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.